Бірінші сабағымыз техникалық ақауға байланысты шығып кетті. Енді жалғастырсақ болады. Дәулеткерейдің өмірбаяны және шығармашылығы туралы айтып жаттым. Дәулеткерей Шығайұлы күйшілік өнерін үш кезеңге бөліп қарауға болады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ол Дәулеткерейдің жеңгем сүйер күйі. Жеңгем сүйер күйі ол бірінші кезеңге жатады. Бірінші кезеңі 1840 жылдарға дейінгі кезең. Бұл кезеңде Дәулеткерей өзінің жастық сезіммен, халықтың асыл мұрасына қанбас құмарлықпен ден қояды. Сол жастық сезімнің алғашқы қарлығашындай болып Ақжелең, Қосалқа сияқты күйлері дүниеге келеді. Сәлеметсіздер ме? Естіліп тұр ма енді? Естілсе, жаза салыңыздаршы. Қосылып жатқан көрермендерге сәлеметсіздер ма? Дәулеткерейдің күйі жеңгем сүйер туралы айтып жатырмын. Дәулеткерей алғашқы кезеңде шығарған күйлері жарқын сезімге, сұлу суреттерге бай, және де жастық шағында ұлы күйшінің жақсыға қызыққанын, сұлуға сүйсінген жастыққа жарасатын жалын сезімге бай алдырған кездері. Бұған сол кезде дүниеге келген Ақжелең, Қосалқа, Ысқырма, Желдірме, Құдаша, жеңгем сүйер күйлері еді. Дәулеткерей Шығайұлының күйлерінің орындалу ерекшеліктері туралы айтып кетсек, қазақ күйлерінің тартылу дәстүріне, түр бітіміне және әуендік құрылымына байланысты ел арасында айтылатын төре күйлері және төре тартыс деген ұғым бар. Ол не дегеніміз? Төре күйлерінің және төре тартысы қашан пайда болды? Ол сол кезде қалыптасқан ортасы хан мен сұлтандық ордасы билердің айналасы. Төре күйлері, төре тартыс дегеніміз, ол ең алдымен музыкалық мәдениетіміздегі күйшіліктің орныққан оқшау дәстүрі. Бұл дәстүрдегі күйлер лирикалық сезімталдығымен ерекшеленеді. Төре күйлері ол адамның ішкі әлемін жырлауға ден қояды. Адамның ішкі әлемін, сезім түйсігін қоршаған ортамен және де өзі ғұмыр кешкен қоғаммен шендестіріп көрсетуге төре күйлері айрықша икем келеді. Күндердің күнінде Дәулеткерей Шығайұлы отырып күй орындап отырады екен. Соны естіп, жеңгесі сүйсініп тыңдап, ойланып тұрып қалады. Дәулеткерей орындап жатқан күйін жеңгесіне ұнаған байқап, сол күйдің атын жеңгем сүйер деп қояды. Соны сізге алдымен орындап, кейін талдауын жасап үйренеміз.
деген күй. Енді осы күйді талдап өтсек, күйде негізі өзінің бір құрылымы болады. Құрылымы болғанда, мысалы, басында мен күйді сіздерге көрсетіп, темпін азайтамын, және өте ақырын ойнап, сіздерге түсінікті болғандықтан дұрыстап әр буынын, әр бөлігін бөліп әр бөліктерге бөліп көрсетемін. Бұны енді бір күндік сабақ емес, күйлерді біз бірнеше күндерге бөліп көрсетеміз. Мысалы, бүгін Дәулеткерейдің күйін жеңгемсер бас буынын үйренсек, келесі аптаға дейін сіздер оны жаттап, негізгі буынына көшеміз. Ақырындап осындай осы күйлерді жаттап шығамыз. Және де, егер өздеріңіз қандай күй үйренем десеңіздер, осы комментарийға жазуларыңызға болады. Жеңгемсерді үйреніп болғаннан кейін сіздер қалаған күйлерді мен сіздерге үйрете аламын. Және де осы біздің онлайн сабағымыз YouTube каналында болады, YouTube каналында сақталады. Осы шаңырақ профилінің астында ссылка болады, ссылкаға басып, сол YouTube каналына кіресіздер, сонда біздің барлық сабақтарымыз сонда болады. Бос уақыттарыңызда кіріп, асықпай қарап үйренулеріңізге болады. Енді жеңгем сүйердің бүгін біз бас буын өтеміз. Бас буыны, міне, қойсақ. Перне, бағана айтып кеткендей, бізде домбырада 19 перне бар. Сол қолымызды, бас бармақты үстіне, сол қолымыздың бірінші саусағын екінші пернеге қоямыз. Міне, бас бармағымызды оның үстіне, дәл сол нотаға, дәл соның үстіне қоямыз. Сонда қағысымыз төмен болады. Осы нотаны ұстап, төмен қағыс басамыз. Келесі бізде нотамыз ре болады. Мынау бізде ля және ми нотасы. Үстіңгі шекте ми, төменгі шекте ля нотасы. Екінші перне. Бірінші қағысымыз, күйіміз солай төмен басталады. Келесі нотамыз ре болады. Үстіңгі шекті тартамыз. Оны музыкалық тілмен айтқанда, оны біз лига дейміз. Сонда, міне, бір, ге тартамыз. Қайттан қайталаймыз. Төмен, екі, ге. Енді оң қолымды көрсетсем. Бір, ге, екі, ге. Міне, тағы да қайталап көрсетейін. Келесі, біз осыны екіге санаймыз. Бір ге, екі ге. Сосын қайттан қайталаймыз. Бір ге, екі ге деп. Сонда, міне, басынан бастап. Бір ге, екі ге. Сосын қайтадан бас бармағымызды ашамызда, тек қана бірінші саусағымыз орында қалады. Сонда қағысымыз бір ге, екі ге болады. Тағы да көрсетейін. Бір ге, екі ге, қайттан бір ге, екі ге. Оң қолымды көрсетейін. Бір ге, екі ге. Енді бас бармағымызды ашамызда бірінші саусақ қалады орнында, міне. Оң қолымыз ойнайтыны бір ге, екі ге. Сонда бір төмен, екі жоғары болып шығады, я? Міне, сонда қосқанда осындай шығады. Енді біздің шаңырақ сазы орталығының мүшесі прямой эфирге кірем дейді. Қосып көрейік.
Өкінішке орай шықпай қалдық. Жақсы. Енді осыны 2 рет қайталаймыз. 1 ге, 2 ге, 1 ге, 2 ге. Қайталаймыз. 1 ге, 2 ге, 1 ге, 2 ге. Түсінікті деп ойлаймын. Менің камерам домбыраның барлық басын бәрін ала алмай жатыр да, сондықтан қиын болып тұр. Бірақ сіздерге түсініксіз болса, ютубта және де осында комментарийға жазып, келесі сабаққа дейін мен қарастырайын оны, барлығы көрінгендей. Бас буында, орта буында барлықтарыңызға түсінікті болсын деп. Енді келесі біздің ойнайтынымыз ол үстіңгі шегінде темасы өтеді. Негізгі темасы үстіңгі шегінде ойналады. Енді сіздерге оны көрсетейін. Енді қағысымыз 2 төмен, 2 жоғары болады. 2 төмен, 2 жоғары дегеніміз 2 төмен, 2 жоғары. Тағы да 1, 2 төмен, 1, 2 жоғары болады. Енді міне басын біз бастадық. 1 ге, 2 ге. Қайталаймыз. Енді осы ля нотасын ұстап тұра, екінші перне 1, 2, міне 1, 2 ля нотасын ұстаймыз да, үстіңгі шекте бас бармақта мелодия жүреді. Сонда ол бұлай. 2 төмен ойнаймыз. Оң қолымыз 2 төмен, 2 жоғары, иә? 1, келесі 3-ші нотаға жылжиды бас бармағымыз. 2, сосын 1, 2, 3, 4, 5-ші пернеге, үстіңгі шектің 5-ші пернесіне 4-ші саусақты қойып, жоғары ойнаймыз. Міне. Сосын ашамыз. Жоғары ойнаймыз. Тағы да көрсетейін. Міне, ля нотасын ұстап тұрамыз. Ля нотасын ұстап тұрып, мелодиясы үстіңгі шекте жүреді. Сонда біріншісі төмен, сосын 3-ші пернеге бас бармағымыз жылжып, 2, сосын 5-ші пернеге, міне 5-ші пернеге үстіңгі шекке 4-ші саусақ басылып, жоғары және ашамыз. Сосын қайтадан 4-ші саусақты 5-ші пернеге қоямыз. Қағысымыз 1 төмен, жоғары, төмен болады. Міне 4-ші саусақты қойдық, ляны ұстап тұрмыз. Сонда осындай қағыс болады. 3 нота, 3 қағыс. Кейін қайтадан бас бармақпен 3-ші пернеге басамыз. Көтерілеміз 2-ші перне и ашамыз. Төмен, 2 жоғары. Сонда бізге осылай шығу керек. Деген шығу керек. Тағы да көрсетіп кетейін. Үстіңгі шекте 2-ші пернеге басамыз. 5-ші перне, жоғары қағыс. Ашамыз, жоғары қағыс. Қайтадан 4-ші саусақпен 5-ші пернеге басып, ұстап тұрамыз да, оң қолымыз осындай қағыстарды ойнап, жоғары, фа нотасы, 3-ші перне, сосын ми нотасына жылжимыз, жоғары ойнаймыз, сосын ашамыз, төмен, 2 жоғары. Осыны біз 2 рет қайталаймыз.
Осы бізде бас буын. Басынан бастап қайтадан көрсетейін. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Кәне, міне, екінші пернеге бірінші саусақты басып, оған бас бармақпен сол нотаға бас бармақты басамыз. Бұл бізде ля нотасы, үстіңгі шекте ми нотасы. Төмен. Сосын бас бармақты тартамыз. Екі рет, сосын бас бармақты ашамыз да, бір төмен, екі жоғары ойнаймыз. Қайталаймыз. Басамыз, тартамыз, миға басамыз, бас бармақ тартамыз, сосын орында қалады. Екі жоғары. Енді үстіңгі шектің тақырыбы кетті. Сосын қайттан басында ойнағанды қайталаймыз. Осы біздің жеңгем сүйер күйінің бас буыны. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Егер түсініксіз болса, комментарийларыңызды жазып, YouTube каналынан қарап, комментарийіңізді сонда қалдыруыңызға болады. Енді бағана бірінші эфиріміз сақтай алмай қалды. Домбыраның құрылысы туралы айтып кеттім. Бірақ қайталап айтып кетейін, егер жаңадан көріп жатсаңыздар, домбыраның құрылысын туралы айтып кетейін. Домбыраның құрылысы: басы, екі құлағы, мойнында 19 пернесі бар. Өзіңіз санап, домбыраңызды санап көрсеңіздер болады. Домбыраның бет қақпағы. Мынау домбыраның үлкен тиегі. Мынау домбыраның ойығы дейді. Домбыраның үлкен тиегі бар және кіші тиегі бар. Мынау кіші тиек. Көріп тұрғандай, бұл екі шекті ұстап тұрады. Осында екі үлкен тиек ұстап тұрады және кіші тиек ұстап тұрады. Домбыраның беті, домбыраның шанағы, домбыраның түймесі. Түймесіне шек тағылып, басына қарай тартылады. Тиегіне киіліп, және де кіші тиегіне тағылып, құлақтарына байлаймыз. Енді мынау екі шек бар. Мынау ре нотасы, мынау ля нотасы. Ре, ля. Енді қағыс туралы айтып кетсек, домбыраның отырысы туралы. Міндетті түрде домбырашының отырысы өте үлкен мән береді музыкантқа, домбырашыға. Барлық, любой бір музыкант болса да, оның өзінің определенный сол постановкасы болу керек. Постановка міндетті түрде табиғи болу керек. Табиғи болғандықтан ол денеңіз бос болу керек. Ешқандай қысылыс денеде болмау керек. Енді домбыраны қалай отырамыз? Домбыраның отырған кезде орындықтың жартысына отырып, арқамызды тік ұстаймыз. Сонда бізде 90 градус болады. Тік ұстап, домбыраны аяғымызды, сол аяғымызды алдыға қарай қойып, оң аяғымызды сол аяқтың үстіне жатқызылады. Енді домбыраны ұстаған кезде, міне, домбыраның локотты мына жерден домбыраның үстіне емес, міне, осылай ұстаймыз. Домбыраңыз сонда ешқайда шығып кетпейді. Он қолымыз жұмылдырып, 4 саусағымызды осылай жинаймыз. Міне, қатты ішіне кіргізуге де болмайды, осылай жинап алуға болмайды. Міне, кішкене ғана, сәл ғана ашыңқырап, сұқ саусақты алдыға қарай шығарамыз. Кішкене.
бас бармағымызды сұқ саусақтың үстіне жатқызамыз тікеміне. Олай болмау керек, тіке жатқызамыз. Енді ойнаған кезде бізде сұқ саусақтың тырнағымен ойнаймыз, осы жермен. Терімен емес, тырнағымен. Төмен, сосын бас бармақпен, тырнағымен қайтадан жоғары ойнаймыз. Білек бос болу керек. Міндетті түрде білек локтпен ұстап тұрасыз да, білек бос болу керек. Төмен қағыз, жоғары қағыз. Сабағым сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі сәрсенбі күні, келесі аптаның сәрсенбі күнінде мен эфирге қайттан шығамын, және де YouTube каналында біздің видео сабақтарымыз сақталады. Сау болыңыздар, рахмет.